Бірнеше жыл бұрын компьютер пайдаланушылары магниттік қатты дискілерге балама көрмеді және оларды басқа нәрсеге ауыстыру туралы ойламады. Ешкім диск жетектерінің жағдай тез өзгереді деп ойлаған жоқ. Қазіргі уақытта SSD дисксіз заманауи компьютерді елестету қиын. Бұл бейнеде біз HDD магниттік қатты диск пен қатты күйдегі SSD арасындағы айырмашылық неде екенін анықтауға тырысамыз. Неліктен SSD дискілері магниттік дискілерді нарықтан шығаруы мүмкін? Қазақ тіліне аударған Info.go онлайн арнасы және біз бастаймыз. Мұның бәрін түсіну үшін әр құрылғының жұмыс принципімен танысайық. Біз бәрімізге таныс магниттік қатты дискіден бастаймыз. Ол HDD, ол Winchester. Мұндай диск келесіде орналастырылған. Алюминий тақтайшалар бір осьте орналасқан. Дискілер, олар біздің ақпаратымызды қалқымалы баспен жазады және оқиды. Әрбір пластина жабылған ферромагниттік диск бетінің магниттелуіне немесе магниттелмеуіне мүмкіндік беретін зат. Ақпарат биттер үлкен жылдамдықпен айналатын дискінің бетінен өтіп, миллиардтаған дискретті аймақтарды, домендерді, басқаша айтқанда, магниттік дискідегі нөлдер мен бірліктерді магниттейтін және магниттемейтін аймақты білдіретін шағын баспен алюминий пластинасының бетіне жазылады. Айта кету керек, магниттік қатты дискінің оқу басы алюминий плиталарының бетінен жанаспайды. Бірақ дискінің жоғары айналу жылдамдығына байланысты өте қысқа қашықтықта қалықтайды. Нәтижесінде оқу басын көтеретін ауа ағыны пайда болады. Қазіргі магниттік дискілерде бастың диск бетінен қашықтығы 10 нанометрге жетеді. Сонымен қатар, қатаң контроллер, логикаға жауап беретін чип және операциялық жүйемен тікелей өзара әрекеттесуі бар. Қысқаша айтқанда, біз жұмыс принципімен HDD-ді қарастырдық. Енді SSD немесе SSD дискілерінің заманауи түріне көшейік. Біріншіден, неге қатты күйдегі магниттік болып көрінетін SSD дискісі монолитті пішіндерге ие? Бірақ бәрі басқаша. Қатты күйдегі магниттік дискілерден айырмашылығы, оның ішіндегі дискілер, оқу бастары мен механикалық элементтер жоқ болып келеді. Қатты күйдегі дискіні магниттік дискіге қарағанда флеш дискімен салыстыру керек. Өйткені олар жад микросхемасында орналастырылған. Мұндай дискілердегі ақпарат биттері өзгермелі қақпасы бар арнайы транзисторларда логикалық нөлдер мен бірліктер түрінде сақталады. Олар қуат болмаған кезде де өз мәндерін сақтайды. Сондай-ақ дискінің компьютермен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін контроллер бар. Енді біз дискілердің жұмыс принципімен танысқаннан кейін ең маңызды сұраққа жауап беретін кез келді. SSD-дің HDD-ден артықшылығы неде? Жауап жылдамдығы. Магниттік дискілер жылдамдықтан едәуір төмен. Өйткені мұндай дискіде біреуін ашу үшін ондаған операция жасалады. Файлды бірінші іздеу. Дискілердің үлкен айналу жылдамдығына және оқу базасының қозғалысына қарамастан, қажетті секторларды іздеу айтарлықтай уақытты алады. Әрине, компьютерлік масштабта. Осыдан кейін дискінің 100 басқа айналымында файл толығымен анықталады. Оны жедел-жадқа жүктеуге болады. Әсіресе ұзақ уақыт бойы магниттік диск кішігірім деректердің реттелмеген массивін өңдеу керек. Өйткені оқу басы сөзбе-сөз есіне танып, дискінің бір шетінен екіншісіне секіріп, қажетті файлдарды табуға тырысады. Қатты күйдегі диск мұндай проблемаларға тап болмайды. Өйткені барлық ақпарат, барлық биттер мен байттар сөзбе-сөз оның көз алдында. Тек пайдаланушылы пәрменін беріңіз, қажетті мекен-жай табылып, ақпарат таңдалады. Бұл артықшылықтар магниттік қатты дискіге қарағанда SSD дискілерінің қызмет ету мерзімін қысқартады. Бұл транзистордың әрбір жад ұяшығында жазу және өлшеу циклдарының өзіндік резерві бар екендігіне байланысты. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, SSD дискілерінің қызмет ету мерзімі айтарлықтай өзгереді. Кейде дискілер магниттік дискілерге қарағанда ұзағырақ жұмыс істейді. Мұның бәрі жұмыс жағдайына және жалпы сәттілікке байланысты. SSD дискілерінің екінші кемшілігі, құрылғы істен шыққан жағдайда ақпаратты қалпына келтіру екіталай. Магниттік дискідегі ақпарат ешқайда кетпейді және оны қалпына келтіруге болады. Үшіншісі, құны. SSD жадының 1 гигабайт бағасы магниттік дискінің 1 гигабайт жадынан 4 есе көп. Сондықтан қатты күйдегі диск негізінен қолданылатын операциялық жүйелер, ал магниттік диск жеке деректерді және басқа да маңызды ақпаратты сақтауға арналған. Енді келешекке келетін болсақ, жыл сайын SSD дискілерінің бағасы төмендейді, жад көлемі артады. Ноутбуктер мен басқа да дайын шешімдер көбейіп келеді. Мен HDD орнына SSD дискілерін жабдықтаймын. Егер үрді жалғаса берсе, онда 2025 жылға дейін
әрбір дербес компьютер қатты күйдегі дискімен жабдықталады. Біз қуанамыз, егер бұл бейне сізге пайдалы болса. Әзірге бізде осы. Сізбен бірге Инфо Go онлайн арнасы болды.